Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 6 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы су, тіршілік көзі. Сабақтың мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтап, түсіндіре алады, сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіне алады. Олай болса, қымбатты оқушы, әдеттегідей ой түрткі әдісі бойынша суретке назар аударыңыздар. Яғни судың өзінше бір қасиеттері бар екен. Су түссіз, су мөлдір, су дәмсіз, су иіссіз, су еріткіш, су сұйықтық күйінде ағып кетеді, су жоғары температурада қайнап буға айналады, су төменгі температурада қатып мұзға айналады, суда еритін және ерімейтін заттар болады, судың сұйықтық кезінде пішіні болмайды. Олай болса, қымбатты оқушы, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма, мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Сусыз тіршілік жоқ. Ол бүкіл тірі жан иесінің бойында бар. Жер бетіндегі ең көп тараған зат ол су. Глобусқа немесе жартышарлар картасына қарайықшы. Онда жер шарының 4/3 бөлігі көгілдір түске боялған. Ол су, мұхиттар, теңіздер, өзендер, көлдер, судың біразы жер астында шоғырланған. Мұның бәрі сұйық күшіндегі су. Мұздықтар мен айсбергтерде қатып қалған су болып табылады. Су атмосферада да аз емес. Онда ол бұлт, тұман, бу және жаңбыр, қар түрінде болады. Табиғатта қоспасы жоқ, тап-таза су дегенді таппайсың. Таза суды тек лабораторияда ғана алуға болады. Ондай судың ешбір дәмі жоқ, онда тірі организмге қажетті тұздар да болмайды. Теңіз суының құрамында өте көп мөлшерде еріген заттар бар. Оның ішуге жарамайтыны сондықтан. Су 0 градуста қатып, 100 градуста қайнайды. Табиғатта таза су кездеспейді. Онда еріген түрлі қоспалар болады. Сондықтан ауыз суды өндірістік мақсаттарға қажет суды арнайы тазартады екен. Адам су ішпей бір апта ғана шыдай алады. Егер 1 килограмм қарбызды кептірсе, онда 20 грамм ғана құрғақ зат қалады екен. Яғни 98% қарбыздың судан құралған екен. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірін біле түсудеміз. Дүние жүзінде көптеген елінде су сатушылар үйреншікті көрініс болып саналады. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығына біздің еліміз үшін өте маңызды екенін әр уақытта есте ұстағанымыз абзал. Тапсырманың дескрипторы жаңа оқылған мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтайсыз. Бұнда 3 балл құрайды. Екінші, мәтінді 2 сөйлеммен түсіндіресіз. Яғни жаңа оқылған мәтінді 2 сөйлеммен түсіндіріп жазасыз. Ол 2 баллды құрайды. Олай болса, қымбатты оқушы, іске сәт тапсырма орындауға мен сәттілік тілеймін. Олай болса, қымбатты оқушы, бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз есімдік. Есімдік дегеніміз не? Есім сөздерді ауыстырып, солардың орнына жүретін сөзді біз есімдік сөз деп атаймыз. Мұндағы жаңағы біз есім сөздер деп тұрмыз ғой. Есім сөздер ол не? Есім сөздерге зат есім, сын есім және сан есім жатады екен. Есімдікті кейде орынбасар сөз табы деп атайды. Есімдік мағынасына қарай 7 түрлі болады. Яғни 7-ге бөлінеді. Ол жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, белгісіз есімдігі, болымсыздық есімдіктері және жалпылау есімдігі болып 7 түрге бөлінеді екен. Өтетіміз, балалар, осы 7 есімдік түрінің ішіндегі жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдіктеріне, балалар, қандай сөздер жатады екен? Ол мен, сен, сіз, ол, біз, біздер, сендер, сіздер, олар деген сөздер жатады екен. Осыны мұқият естеріңізге сақтап алыңыздар. Содан кейін жіктеу есімдігі бірінші жақта айтылса, ол айтушы, сөйлеуші жақ. Екінші жақта айтылса, ол
тыңдаушышақ. Бұлар адамға байланысты атаулар, яғни кім деген сұраққа жауап береді. Ал үшінші жағы жіктеу есімдігінің бұны бөгде жақ деп айтады. Яғни ол адамға, затқа байланысты болады. Үшінші жақ кімне деген сұрақтарға жауап беруі мүмкін. Кейде кім, кейде не деген сұрақтарға жауап береді. Енді сонымен қатар жіктеу есімдігі зат есім орнына жұмсалады екен. Жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігі септеледі, тәуелденеді және жіктеледі. Осы ережені мұқият есте сақтасаңыздар екен. Мысалы, жаңа жіктеу есімдігіне біз мысал келтіріп көрейік. Мысалы, бірінші жақта мен оқушымын десе, екінші жақта сен оқушысың дейміз. Сыпайылық түрі сіз оқушысыз. Үшінші жақта ол оқушы. Енді осы жіктеу есімдігін көпше түрде жіктеп көрейік. Біз оқушымыз, сендер оқушысыңдар, сіздер оқушысыздар, олар оқушылар. Және де бала жіктеу есімдігі сөйлемде де кездеседі. Мысалы, қараңыздаршы, мына жерде мысалы келтіріп қойдым. Мен мектепке бардым. Бұндағы мен жіктеу есімдігі. Олар мектепке барды. Яғни мына сөйлемдегі олар жіктеу есімдігі. Немесе сен суға кел. Немесе олар суға келді. Сіздер суға келдіңіздер. Бұл жердегі мен, олар, сен, бұлар жіктеу есімдігі екен. Олай болса, қымбатты оқушы, біз грамматикалық тапсырмамызды орындауға кірісейік. Екінші тапсырма біздікі есімдік. Бүгінгі тақырыбымыз есімдіктің ішінде жіктеу есімдігіне қатысты тапсырма. Мына суреттерге мұқият қараңыздар. Жіктеу есімдіктерін қолдана отырып, осы суреттерге қарап 5 сөйлем құрауыңыз керек. Яғни жаңа айтылған жіктеу есімдігін қолданасыздар. Жаңа екінші тапсырмамыздың дескрипторы жіктеу есімдіктерін қолдана отырып 5 сөйлем құрайсыздар. Бұл тапсырма 5 балды құрайды. Онда олай болса оқушы, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Енді балалар үй тапсырмасы есімдік, жіктеу есімдігіне қатысты үй тапсырмасы беріледі. Сіздердің қазақ тілі оқулықтарыңыздың 105-ші бетіндегі 4-ші тапсырманы үйде орындайсыздар. Олай болса, қымбатты оқушы, сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей рефлексия, өздеріңізге кері байланыс беріңіздер. Бүгінгі сабақта толық тақырыпты меңгердіңіз бе, жартылай меңгердіңіз бе, әрде тақырыпты меңгере алмадыңыздар ма, сізге мүмкін көмек керек шығар, сонда рефлексия өздеріңізге жасаңыздар. Олай болса, қымбатты оқушы, сабағымыз аяқталды. Сабағымыз сізге қызықты болды және әрі пайдалы болды деген сенімдеміз. Рахмет, күш білімде екенін ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын.